А теперь давайте же Елорда тұрғындарынан жаңа экологиялық кодекс туралы қаншалықты ақпарат білетіндігі және Қазақстанда дамып жатқан жасыл технологиялар туралы не білетіндерін сұрап көрейік. Я естігенмін. Жоқ. Я білемін. Жоқ. Шынымды айтсам, мен білмеймін, естімедім. Жоқ, мен білмедім. Жоқ. Ол қайда хабарланды? Мүлдем жоқ. Жоқ. Я естігенмін. Жоқ, мен білмедім. Я білемін. Жоқ. Шынымды айтсам, мен білмеймін, естімедім. Мүлдем жоқ. Енді осы тақырып бойынша сарапшылардың пікірін тыңдайық. Вопросы экологии. Экология мәселесі бүгінгі күні әлемдік қоғамдастықтың басты күн тәртібі болып табылады. Осыған байланысты мемлекет басшысы 2021 жылғы 2 қаңтарда Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексіне қол қойды. Бұл құжат қоршаған ортаны қорғау саласындағы түбегейлі жаңа құжат болып табылады. Мұнда ең озық қолжетімді техникаларды енгізу бойынша экологиялық реттеу бөлігінде жаңалықтар көзделген. Ол экономикалық ынтымақтастық даму ұйымына кіретін үздік дамыған елдердің тәжірибесін ескере отырып әзірленді. Бұл кодексте кешенді экологиялық рұқсат алу бөлігінде ең жақсы қолжетімді әдістерді енгізу жағдайында экологиялық нормалау жөніндегі жаңа тәсілдер көзделген. Бірақ ол ең жақсы қолжетімді әдістерді енгізу жағдайында ғана. Олар қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға себеп болады. Ең озық қолжетімді техника біздің республикамызға оларды енгізу кезінде қоршаған ортаға техногендік жүктемені азайтуға бағытталған. Ең жақсы қолжетімді техниканы енгізу өнеркәсіп антропогендік әсерді шамамен 30%-ға төмендетеді деп болжануда. Қолжетімді ең жақсы техника атмосфераға шығарындыларды азайту арқылы қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға бағытталған. Сондай-ақ қалдықтарды орналастыруда мемлекет 870 нысан бойынша салық ставкасын жаңарту жолымен ең озық қолжетімді техникаларды енгізу бойынша өнеркәсіпті ынталандыру, сондай-ақ жасыл технологияларды да ынталандыру бөлігінде үлкен жұмыс атқарды. Сонымен қатар 2025 жылдан бастап, егер кәсіпорын кезең-кезеңмен сәйкесінше 2, 4 немесе 8 рет салық ставкаларын көтерудің ең жақсы қолжетімді әдістері қағидатына көшу керек. Ең үздік қолжетімді техника қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайтуға бағытталған. Мемлекет өнеркәсіпті ең озық қолжетімді технологияларды ынталандыру және енгізу бойынша орасан зор жұмыс атқарды. Бұл ең алдымен салық ставкасының жаңартылуына байланысты. Салық төлемдері бойынша кәсіпорындар үнемделген қаражатты өз өндірісін жаңғыртуға және тиісті қолжетімді техникаларды енгізуге жұмсай алады. 2025 жылдан бастап экологиялық кодекстің қажеттілігін ескермегенде 870 нысан бойынша жаңа мөлшерлемеге озық қолжетімді технология енгізу кезең-кезеңмен ұлғайтылатын болады. 3 кезең сәйкесінше 2, 4 және 8 реттен экологиялық мәселелер әлемдік қоғамдастықта басты күн тәртібінде тұр. Осыған байланысты мемлекет басшысы 2021 жылғы 2 қаңтарда Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексіне қол қойды. Бұл құжат қоршаған ортаға саласындағы қағидатты жаңа құжат болып табылады. Қоршаған ортаға техногендік жүктемені барынша азайтуға бағытталған. Бұл құжат экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына кіретін ең үздік табысты және ілгері дамыған елдердің тәжірибесін жинақтады. Әрине, көгалдандыру әдетте бұл көктем мезгілінде болады. Жоқ. Жоқ, хабардар емеспін. Білмеймін. Жасыл технология бұл ағаштарды отырғызу. Жасыл технология деп сіздің айтып тұрғаныңыз жаңартылған желі станциялары ма? Я, естідім. Я, жел диірмендері және бұл күн энергиясы. Я, ол энергия өндіретін жел диірмені. Тоже слышишь?
иә, естідім. Менің ойымша біздің республикамыздың астанасында осымен айналысатын ұйымдар көп болу керек. Жоқ, Иә, жоқ, мұны білмеймін. иә, білемін, барып көрдім. Жоқ, білмедім. Иә, экспода болу керек. Жел диірмендері бұл 21 ғасырдың жаңа технологиялары, бірақ олар баяу енгізілуде. Мысалы, Қазақстанда Қырғызстанға, Қордайға бара жатқан жолда жыл сайын осы жел диірмендерінің саны артып келеді. Менің ойымша болашақта осы технологиялар біздің экологиямызды сақтайды. Полигондар санын азайту керек. Бірақ бұл жоспарда ол өзінің жемісін беретіні туралы айту ертерек. Ол әлі жасалу процесінде. Жоқ, Жоқ. Меніңше қоқыс шығару. өте көп зауыттар, әлі көптеген зауыттар қосымша салынбақшы. Міндетті түрде машиналар ауаны тазарту үшін олардың санын азайту керек. Электр қуатымен шығарындылар, зауыттар мен фабрикалар өте күрделі мәселе. Дұрыс сұрыптау керек, мысалы Каспийдегі мұнай шығарындылары. Меніңше ең алдымен пластик. Жаңа экологиялық кодексте жасыл технология түрлері айқындалған. Біріншіден, жасыл технологиялар бізді әлеуметтік, экономикалық және тұрақты даму аспектілерін ескере отырып, жасалған экологиялық қауіпсіз технологияларды жақсартады. Жасыл технологиялар қалдықтарды кәдеге жарату технологияларын қамтиды. Жаңартылған энергия көздерінен энергия алу технологиялары, жаңартылатын энергия көздерін өндіруді азайту, бұл циркулярлық экономика технологиясы. Біздің өміріміздегі тауарларды кәдеге жарату өндірісі, олар ауыл шаруашылығындағы биотехнологияның жаңа өндірісі және энергияның тиімді материалдардың құрылыс технологиялары. Осының барлығы жасылға технологияға жатады. Қазақстанда 2014 жылы үкімет деңгейінде әзірленген жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы бар және онда ел жасыл экономикаға көшу туралы тиіс деп жазылған. Нақты көрсеткіштер көрсетілген. Егер біз жасыл технологиялар тұрғысынан алсақ, бұл шығарындылардың жаңартылатын көздеріне көшу, қалдықтарды кәдеге жарату. Қазақстанда жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы бекітілді. Бұл тұжырымдама үкімет деңгейінде бекітілген. Онда нақты көрсеткіштер көрсетілген. Жасыл экономикадағы ауысулар бұл қалдықтарды өңдеу және жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіру деңгейі және тағыда басқалары. Шындығында халық ұмтылуы керек көрсеткіштердің жеткілікті саны бар. Қазақстанда көмірден электр энергиясын өндіруге және қалдықтарды кәдеге жаратуға байланысты бірқатар экологиялық проблемалар бар. Бұл тұрғыда әрине бірінші кезекте энергетикалық қауіпсіздікті ескере отырып, көміртегі бейтараптығына қол жеткізу өткір мәселе. Сондай-ақ электр энергетикасын көмір өндіруден бас тарту болып табылады. Екіншісі сөзсіз циркулярлы экономика. Бұл біздегі қалдықтарды бөлек жинау және қалдықтарды қайталама өңдеуге байланысты барлық нәрсе. Бірақ іс жүзінде Қазақстанда жасыл технологиялардың көптеген түрлері бар. Экологиялық кодексте анықталған жасыл технология дегеніміз қауіпсіз технологиялар болып табылады. Қарапайым сөзбен айтқанда, соңғы уақытта Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерінің электр энергетикасы дамуда. Бұл жел мен күннің энергиясы. Бұл катализаторлардың циркулярлық экономикасын қайта өңдеуге байланысты мәселелер. Өйткені бұл бағытта қалдықтарды өңдеумен айналысатын үлкен әлеуеті бар компаниялар дамиды. Адамдармен сұхбаттасып өз сұрақтарымды қойдым. Біз енді халықтың қаншалықты жасыл технологиямен таныс екенін түсіндік. Қазақстанда экологиялық кодекске енгізіліп жатқан жасыл экономика экологиялық жағдайларды жақсартады деген үміттеміз.